Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Асылбек айкүміз. Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Қызылшілік ауылы. Қайша жақтың қорасын тазалап, жақын Нұрланға көмектесуге бара жатырмын. Қара жаптар түсіп қалды. Бүгін тағы жауады, аспанды қараңыздар. Бүгін күн жып-жылы, жел де жоқ. Қар жауады деген сөз ол. Сол биыл қарды ормасынан көбейіп жатыр. Жылда бұндай қар болмайтын. Жердің бәрін үйтуған жол тазалап тастаған. Соның өзінде әжептәуір қар түсіп қалды. Мына жер қорамен бірдей болды. Енді кішкене мына жер жауса, қораның үстімен өтетін шығармыз. Күн күшті болып тұр тура. Сиырлар өріске кетті. Нұрлан қай қораны тазалап жатыр екен. Күрегімді ала кетейін. Маған мынандай күрек беріп қойды. Ойшық қысатып. Қасық сияқты. Нұрлан? Мен өкет. Сықтап кеткен ойын қынысты қойды. Мен де терлеп кеттім. Все. Келесің? Шешім сапсың ғой? Шешім сапсың ғой? Сіз қарай, мен де ән жақты тазалады. Күн жылы ғой. Езіліп кетті ба? Езіліп кетті? Ана жақта почти езіліп кетті. Бастық. Ал достар, болдық. Тез-тез екеулеп тазалап тастадық. Нұрлан төгіп кетті. Күн осылай болып тұр. Жылы ғой кәдімгідей. Қойдық күректерді. Нұрлан үйге қайтты. Мен шөп түсірсейін деймін, сонымен тұрақ. Үйге қайтты жерім. Сағат әлі 9 болған жоқ. Тез біттік қораның бәрін. Мен Нұрлан өз тазалап қойған ғой. Сыздық қораны шашып қойдық сосын. Сып кетіпті. Жылы болған ғой. Тауға мал айдаған кісілер. Мұн жақта да суға арба айдап жатқан кісілер. Ауылдың тіршілік бұл отыр осындай. Ал достар, сау болыңыздар. Видеом аяқталды. Видеолар салынбай жатыр. Интернет істемейді, как всегда. Ешқайда шығып жүрген жоқпын салатындай. Бұрадан босамай жатырық. Сау болыңыздар.